құрметті оқырмандар. Алдыңғы видеода жалпы Телеграмдағы каналдың мүмкіндіктерін айтқан болатынмын. Енді сол ізбенен бүгін Телеграмның ішіндегі каналдың қандай функциялары бар, сол жөнінде толығырақ мәлімет беремін. Ең алдымен сіздер Телеграмның ішіне кірген кезде канал немесе чат құруыңызға болады, иә. Енді каналдың да өзіндік мүмкіндіктері бар. Мысалға, мына жерде каналдың сол жағында смайлик белгісі бар. Бұл жерде сіздер түрлі смайликтер жібере аласыздар. Одан кейінгі перне тақтаның суреті, мінекей. Перне тақтаның суреті. Смайликті бассаңыздар, перне тақтаның суреті шығады. Ол жерді басқан кезде жаза аласыздар түрлі. Сосын осы Телеграм каналға жібересіздер. Одан кейін қоңыраудың суреті. Бұл жерде Телеграм каналды үнсіз режимге немесе дыбысты режимге қоюға болады, немесе дауысын шығарып қоюға болады. Одан кейінгі оң жағында мынандай бір камераның суреті тұр. Камераның суретін бассаңыздар, видео жүреді. Ал басып тұрасыздар саусақтарыңызбенен. Ал бір рет бассаңыздар, мынандай аудио жазба. Яғни бұл жерде аудио жазба 10 минутқа дейін негізінен жазылады. Ал видео сіздерде 1 минуттық уақытқа шектелген. Енді мына жерде скрипканың суреті бар, иә. Сіздер осы скрипканың суретін басқан кезде Телеграмның функцияларымен толығырақ таныса аласыздар. Мысалы, мына галерея деген кезде сіздер галереядағы қандай да бір суретті жүктеуіңізге болады. Немесе файл дейтін болсаңыздар, сіздің жаңағы телефоныңызда сақталып тұрған түрлі файлдарды, ол фото болсын, ол PDF нұсқадағы құжат болсын, ол презентация болсын, қандай да бір файлды сол қалпында жүктейді. Фотоларды Телеграма арқылы жіберген кезде, мысалы басқа топтарға, сапасын жоғалтпайды, бір жақсы. Одан кейінгі әуенді басқан кезде түрлі әуенді жіберуге болады. Сосын мынакей опрос деген бар, иә. Осы опросты басқан кезде сіздер Телеграм каналға сұрақ жаза аласыздар. Мысалға, сіздерге Телеграм каналы туралы видео пайдалы болды ма деген сауал қояйық. Я деген нұсқаны таңдауға болады. Я, жоқ, бұрыннан білемін. Бұрыннан білемін. Мінекей осындай 3 жауап, негізінен 7 жауапқа дейін жазуға болады. Сосын сіздер аласыңыздар да создать деп басасыздар, мінекей. Сонда каналға сауалнама жүргізілді. Сұрақ қойдыңыздар. Енді осыны сіздер прикрепить ете аласыңыздар. Ол үшін осының үстіне басасыздар. Сосын закрепить деген мынандай бір батырман суреті бар, қатар бар. Соны басқан кезде сіз закрепить тағы да басасыздар. Сол кезде осы соңғы сауал Телеграм каналдың шапкасында сақтаулы тұрады. Неге осындай бүгін функциялар менен таныстырдым. Алдағы уақытта тағы да пайдалы контенттерді YouTube каналыма салып отыратын боламын. Бәріңіздің пайдаңызға жарасын. Тыңдағандарыңызға көп рахмет.